құрметті ән сүйер қауым. Кеш жарық ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі солтүстік жұлдыздары атты ән фестивалінде жай ғана әнші емес, өміріне өнерді серік еткен, өмірін әнмен өрнектеген, Қызылжар өңірінің үлкен сахналарында өнер көрсетіп, танымал болған жұлдыздар мен Назарбаев зияткерлік мектебінің дарынды оқушылары. Бүгінгі ән кешімізге облыстық білім басқарма басшысының орынбасары Хасенова Айгүл Кенжетайқызы келіп отыр. Олай болса, алғашқы құттықтау сөзбен Қазақстан мен Ресей елдер басшыларының қатысуымен өткен 15-ші өңіраралық ынтымақтастық форумының қатысушылары, яғни біздің ұстаздарымыз бен оқушыларды марапаттау үшін ортаға облыстық білім басқарма басшысының орынбасары Хасенова Айгүл Кенжетайқызын шақырамыз. Уважаемые педагоги, уважаемые учащиеся прекрасной Назарбаевской интеллектуальной школы, я по поручению руководителя управления образования от всей души хочу вас поблагодарить в подготовке проведения форума, такого шикарного мероприятия, которое прошло у нас в ноябре 2018 года. Ваш вклад бесценен, и он неоценим. И по поручению руководителя управления образования разрешите вручить благодарственные письма. Алғыс хат Қазақстан мен Ресейдің туризмін дамытудағы жаңа тәсілдері мен үрдістері атты Қазақстан мен Ресейдің 15-ші өңіраралық ынтымақтастық форумын өткізуге қолдау жасағаны үшін Уалиев Данияр Серікұлы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен мектебіміздің ұлағатты ұстаздарының бірі Исмагулов Әділбек Нұрланұлы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Крючкова Людмила Викторовна марапатталады. Келесі Тахметова Әдия Сайран қызы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Крючков Василий Николаевич марапатталады. Және дәл осындай алғыс хатпен Мельников Виталий Николаевич марапатталады. Кешіріңіздер. Я хотела еще раз поблагодарить всех участников, всех педагогов, всех учащихся, которые, несмотря ни на что, на все свое свободное время, не считая со своим свободным временем, посвятили действительно и оказали помощь, такое содействие нашему управлению образования и всей Северо-Казахстанской области. И я думаю, что это сотрудничество будет и в дальнейшем, и безмерным. И спасибо вам большое. Вам больших-больших успехов. Өнердің жүктеп жесін, өнердің қорғап киесін. Әсем әннен іздейміз, әсем әннің иесін деп. Әндердің ішінде нұрлы лиризмге тұнған Мағжан Жұмабаевтың сөзіне жазылған Япырай әні мен сахнада бірнеше халықаралық, республикалық әншілер байқауының лауреаты, дәстүрлі әнші, бүгінгі сал-серілердің ізін басқан Біржан Есжан мен 10-ші сынып оқушысы Ғали Нәби. Қарсы алыңыздар.
әндерінен Бабури. Сахнада республикалық ән байқауының лауреаты, Солтүстік Қазақстан облысы филармониясының әншісі Тауышев Асхат Айткенұлы мен 9-шы сынып оқушысы Ғаббас Анел. Қарсы алыңыздар. Слеттинов, Шөмішбай Сариев, Роза Рымбаева сияқты үштік одақтың арқасында елге танымал болған туындылардың бірі Балдәурен әні. Сахнада Сәбит Мұханов атындағы Сазды драма театрының актері Каримов Әділжан Ғабдулғаппарұлы мен 9-шы сынып оқушысы Халман Әсел. Балдәурен әні. Қарсы алыңыздар.
өзің, айтшы сен өзің, уақыт Сахнада Меломикс тобының әншісі Жолдасбеков Нариман Серікұлы мен 7-ші сынып оқушысы Қабдуали Аяулым. Жолдасбек Әбдихановтың «Менің әкем ең жақсы адам» әнімен қарсы алыңыздар. Кейінгі шеберім, жалаке жан жүрегім, самғасам күш қуат емегім, сүрінсем тілегім, қалдырмас аяса ызғырға, алыбым асқар тауым, жалаке сіз барда қасымда, арайлы әр таңым. Bakon kanın şeritsedip meni şu canege siz yapılganım her kaşanda men göredim men basqadan mening akem eng yaxshi adam. Mening
Қызылжар мәдениет үйінің әншісі Есбол Дамир мен Көзжанова Әйгерім және Макенова Дариға, ана мен Сәбияны. Орындайтындар Сәбит Мұханов атындағы Сазды драма театрының актері Төлегенов Амангелді Арманұлы мен 11-ші сынып оқушысы Кушнир Елизавета. Туған жер айналдым сені, бауларың тауларың менен. Бауларым саған мекен, туған жер сені
сахнада облыстық филармонияның камералық хор әншісі, Вия Бенд тобының солисі Ибраев Жарқын Талғатұлы мен 11-ші сынып оқушысы Аушакимова әдемі «Тау-тау» сезім әнімен. Сенің аппақ санышың сақталған көздеріңде менің Жаным кел, сағынышым келші, кел, сезіміме сенші, кел, махаббатым маған жығылебін берші. Демір таудан асып өтсең, асып саған жетсең, таусамалы болып, бір өзіңді мен өтсем. Екеуміз бірге деймін таудан асып өтсең, асып саған жетсең, таусамалы болып, бір өзіңді мен өтсем. Кел, сағынышым келші, кел, сезіміме сенші, кел, махаббатым маған Жығылебін берші. Асып саған жетсең, таусамалы болып, бір өзіңді мен өтсем. Кел, сағынышым келші, кел, сезіміме сенші, кел, махаббатым маған жығылебін берші. Демір таудан асып өтсең, асып саған жетсең, таусамалы болып, бір өзіңді мен өтсем. Жанымда бол. Орындайтын бірнеше республикалық байқаулардың жеңімпазы Қожамбетова Зада Сәлімгер қызы және 12-ші сынып оқушысы Ерғалиев Әлімхан. Жоқ жолында
орындайтын Шабыт фестивалінің республикалық Шәмші Қалдаяқов атындағы байқаудың лауреаты Ибадуллаев Медет Тоймырзаұлы мен 7-ші сынып оқушысы Камалова Алина. Анашымай, қарсы алыңыздар. Ана деген сөзді естеу, өкінішке қайталау, керемет сезім. Өмір сыйладың, мәпеледің, ұғысымды жетеледің, мақсатыңа көздедің. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бол өмірде, жалын бейір өзгедің. Анашымай, Мен қазақпын. Сахнада халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты, республикалық жас қанат байқауының лауреаты, Солтүстік Қазақстан филармониясының әншісі Ахметов Мұхит Сағындықұлы мен 9-ші сынып оқушысы Исмагулова Арайлым. Елімдерін құрбан еткен жер
жархан сөзінен қара қыры көзінен аналардың арасы біз боламыз қаһарман қанжарған қара тілді сөзімен даналардың жалғасы біз боламыз кімдерде солған жүректе бұлайып жатыр көкте бірге туған жерде бүгінде туған елдің төрінде бірақ қосып қалып тапсама жеңістерді жалға алға нұрлы таңға мәңгі туған жерде бүгінде туған елдің төрінде бірақ қосып қалып тапсама жеңістерді жалға алға нұрлы таңға мәңгі жеңістерге жалға алға жылы таңға мәңгі туған жерде бүгінде туған елдің төрінде бірақ қосып қалып тапсама жеңістерге жалға алға нұрлы таңға мәңгі Егіз лебіз орындайтын бірнеше дәстүрлі әндер байқауының лауреаты Алпысбай Ерасыл Нілұлы мен Самратова Алина. Қарсы алыңыздар. көкшедегі қайың дейін сені көзден ұшып жарата жүрсе шырағым күнім дейін сені әр шырағым күнім дейін сені өзіңмен бір жолаққа кірсем келші бағыма әлдеқайда ұшпай келші жаным жолыма арман апамдай қойшы жаным келші бағыма қойшы жаныма келші жаныма саялайын сені қолымдай аялайын сені айдынымда толқып жатыр лапардай
келші жаныма кел. Сахнада Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Банных Алма Назарқызы және 8-ші сынып оқушысы Гудерова Аруайдың орындауында "Айналдым сенен атамекен аяны". халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Ибраев Мұрат Еркебұланұлы мен 9-шы сынып оқушысы Мейрамов Алмас және педагог ұйымдастырушы куратор Анар Сәкенқызы. Қазақ елі әнімен.
Сахнада Солтүстік Қазақстан облысы филармониясының әншісі, дәстүрлі әндердің орындаушысы Нұрпейісов Ғалымжан Тілегенұлы мен 10-шы сынып оқушысы Мейрам Мейірхан. Қарсы алыңыздар. Şarladım
ойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй демекші. Бүгін мынау облысымыздың кілең жұлдыздары келіп, біздің мектебіміздің оқушы өнерпаздарымен бірлесе отырып, өнер көрсетіп жатыр. Өздерінің алтын уақыттарын бөліп осында келгені үшін, өздеріңіздің ыстық ықыластарыңызға біліп, тағы бір қошеметтеріңізді соғып қойсаңыздар. Дәл осы сәтте келесі құттықтау сөзбен осы біздің қатысушы өнерпаздарымызға алғыс білдіру үшін ортаға мектебіміздің директоры Елшібеков Нұрғали Рахымұлын шақырамыз. Құрметті қонақтар, құрметті жұлдыздар, рахмет. Демалып алдық. Біздің оқушыларымызға осындай кісілер бар екен біздің өнерімізде. Соларға қарап біз де өсе берейік, өзіміз жетістіктерімізге жете берейік. Сендерге іске сәт. Марапаттау сәті 2019 жастар жылы аясында өткізілген Солтүстік Қазақстан жұлдыздары атты ән фестиваліне қатысып, ел болашағы жас буын өкілдеріне шығармашылық қолдау көрсетіп, дарынды оқушылардың шыңдалуына үлес қосқаны үшін келесі әншілер мен оқушыларға алғыс білдіріледі. Ең бірінші болып өнер көрсеткен біздің жұбымыз Біржан Есжан мен Ғали Наби. Таушев Асхат Айткенұлы мен Ғаббас Анел. Қошеметтеріңіз. Каримов Әділжан Ғабдулғаппарұлы мен Халман Әсел. Қошеметтеріңіз. Жолдасбек Нариман Серікұлы мен Қабдуали Аяулым. Қошеметтеріңіз аямаңыздар. Есбол Дамир Күлжанова Айгерім және Макенова Дариға. Қошеметтеріңіз. Төлегенов Амангелді Арманұлы және Кушнир Елизавета марапатталады. Қошеметтеріңіз. Ибраев Жарқын Талғатұлы мен Аушакимова әдемі марапатталады. Қошеметтеріңіз. Қожамбетова Зада Сәлімгер қызы мен Ерғалиев Әлімхан. Қошеметтеріңіз. Ибадулаев Медет Тоймырзаұлы мен Камалова Алина марапатталады. Қошеметтеріңіз. Алпысбай Ерасыл Нөлұлы мен Самратова Алина.
Исмагулова Арайлым, қошеметтеріңіз. Банны Халма Назар қызы мен Кудерова Аруай. Ибраев Мұрат Еркебұланұлы мен Мейрамов Алмас марапатталады. Және Анар Сәкен қызы. Нұрпейісов Ғалымжан Тілегенұлы мен Рүстем Темірлан марапатталады. Қошеметтеріңіз. Осымен сіздерге алғысымызды білдіріп, өнерпаздарымыздың атынан бір сөз. Құрметті мына Назарбаев зияткерлік мектебінің басшылығы, құрметті ұжым, құрметті оқушылар, бүгінгі өнерпаздардың да атынан үлкен алғыс білдіреміз. Енді мына 2 жұлдыз деп қойған екен, енді жұлдыз болуға дейін енді бірақ сонда да болмасаң да ұқсатпақ дейді ғой. Барлықтарыңыз осында жұлдыз болыңыздар, жастардың өнеріне, жастардың талабына нұр жаусын дегім келіп отыр.